саламатсыздар ма? Аяулы қыз-келіншектерім, қазір отбасындағы түсінбеушіліктен сол бір енем сөйледі, атам сөйледі, жолдасым мені менсінбеді, алатын кезде басқа болды, кейін мінез өзгерді деп жатады. Иә, қыздың бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген қазақта сөз бар. Дұрыс та шығар, бірақ егер өз тәжірибеммен бөлісетін болсам, менің де отбасымда мен де мысалы ата-ана көрген адаммын. Менің әке-шешем, енді менің көрші-көлемім де, ауылдағы әке-шешемді көрген адамдар да айта алады, өте жуас кісілер, содан кейін тәрбиелі адамдар, бізге айқайлап сөйлемейтін, әсіресе қызды бағалап төрге тұрғызатын ата-ана болатын. Сол бір күйеуге шыққан кездегі, енді әрбір отбасында әртүрлі оқиға болады, сырлары болады да. Біз егер сол үйге, сол жарды сүйіп, сүйіспеншілікпен қарап, махаббатпен қарап, сол үйдің бұзасына барған болсақ, сол үйдің сырын сыртқа шығармауымыз керек. Одан да оларға қолдау көрсетуіміз керек та. Себебі біз сол арқылы мүмкін тәрбиеленіп, мені сол суық көзқарас, сол қатқылдық, сол ашу, реніш, маған қарап сөйлеген сөздері енеміздің мені қатты тәрбиеледі. Мен өте тұйық болған адаммын, жуас болдым. Білмеймін, енді кәдімгідей ұялшақ, жуас адам болдым. Сол жолдасыммен танысу барысында қызық оқиғаларға толы, оны алдағы уақытта айта жатармын. Сол кезде мен, мама, сіз неге көп ренжисіз, көп неге айқайлайсыз деген кезде маған кейитін еді. Сол арқылы тәрбиеледі, шыны керек. 5-ақ жыл өмірінде, менімен тұрған 5 жылдық өмірі ғой, ол кісі 52-ге келіп қайтты. Атам 54-ге келіп қайтты, аралары 2 жасты. Бірақ қайтқан кездегі аралары 6 ай. Сондай бір өмірді көргеннен кейін мен шынымды айтсам тез жинақталған болармын. Егер сол өкпелер, сол реніштермен мені айқайлап, білмеймін, енді өзінің бағыты дұрыс, солай тәрбиелеу керек болған шығар деп мен өзім ойлаймын. Соған көніп, сол көндіккен шағымнан алған тәрбием менің сол ол кісіден бір қатты бір нәрсені түсінгенім, ол балалар үшін, яғни 3 ұлы болды, жолдасы болды. Сол үшін таңның атысы, күннің батысы жұмысын істеп, ол кісі педагог болған кісі, ұстаз болған, 30 жылдық ұстаздық қабілеті бар кісі. Солай тәрбиелеген болар деген ниетпен, менің бастысы, мен сол 4 баламды сол кісінің айқай ұрысын естігеннен кейін керемет тәрбиелеп отырған болармын. Қазір енді балдарым ер жетті ғой, бастысы намыс болды.